Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен химайын дайындадым. Міндетті түрде осы видеоны көріңіздер, сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Мен майды осындай ыстық будыға қайнаттым. 8 сағат баяу отта болды. Үстіндегі бетіндегі қаймағын алып тастадым. Жинап және майды осындай шыны ыдысқа құятын болдым. Менде бұл бұрынғы химайының ыдысы екен. Буға жақсылап тазалап алдым. Қақпағын да бірге жуып алдым. Міне менің майым дайын болды. Сәл кішкене суытып, ақырын банкама құя бастадым. Міне байқасаңыздар, менің майым өте мөлдір, тап-таза болып шықты. 8 сағат бойы баяу отта тұрды. Сүзіп аламыз. Түбінде осылай қалдығы қалып қояды. Оны жақсылап сүзіп алу үшін қайтадан бір шағын ыдысқа құйып, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қоясыздар. Сол кезде майы қатып, қаймағы немесе сүті қалса, ол түбінде сұйық түрінде қалады. Мен міне қатқан майларын қайтадан өзіме жеке ыдысқа салып аламын және оны да бір мәрте қайнатып аламын. Қаймағын төкпеңіздер, оны бауырсаққа немесе құймаққа қосып илеуге болады. Қайтадан жаңа сүзіп алған майымды баяу отқа қоямын, ерітемін және шыны ыдысқа тағы да бір мәрте құйып аламын. Міне шыны ыдыстағы майым қатты, түбіндегі сәл ғана қалған қаймағы тұр. Оны ерітпей, осылай шағын бөлшектерге бөліп, пышақпен қырып алып тастауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, химай өте пайдалы, дәруменге бай. Мен балаларға отқа пісіргенде немесе нанға жағып та беремін, сүйсініп жеп қояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар.